Түлкіні алдаған қаз ертегісі. Түлкі жайылып жүрген бір қазды ұстап алады. Оны біраз мазақтайын деп ойлайды. Қазды алдыңғы екі аяғымен басып тұрады да мұртынан күліп: Қаз, сенің қолыңа мен түссем не істер едің?" деп сұрайды. Қаз сәл ойланып тұрып: "Сені тісіммен тістеп тұрып, екі аяғымды кеудеме қоямын да көзімді жұмып, Құдай бергеніңе шүкір деп жеп қояр едім" дейді. "Мынауың дұрыс екен. Мен де сені өзің айтқандай етіп жейін" дейді түлкі. Ол қазды тістеп, алдыңғы екі аяғын қусырып, көзін жұмып, Құдай" деп аузын аша бергенде, қаз қанатын қағып ұша жөнеледі. Түлкі аузын ашып, шоңқиып қала береді. Соңы. Күнделікті шығатын қызықты қазақша ертегілерді тыңдағыңыз келсе, арнаға тіркеліп, қолдап отырыңыздар. Рахмет.